Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгінгі видеода біз укулеле мен Молданазардың махаббаты әніне разбор жасайтын боламыз. Көптеген адамдар Молданазардың бұл музыкасын білмейді екен, және де көбісі маған комментарияға, инстаграмға жазып жатыр, осы музыкаға разбор жасашы, үйретші деген сияқты. Негізі көбіне адамдар Молданазардың әнін үйренгісі келеді укулелемен. Сол себептен біз сіздерге бүгін Молданазардың махаббаты әніне разбор жасайтын боламыз. Ендеше біз видеомызға кеттік. Ең алдымен біз бұл музыкада қолданылатын аккордтармен танысайық. Бұл музыкада бізде 4 аккорд қолданылады. Ол DM, F, AM және C деген аккордтар. Ең бірінші аккорд бізде DM аккорды. DM аккорды бірінші латтың екінші струнасы, екінші латтың үшінші және де төртінші струналар ұсталады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Екінші аккорд бізде F аккорды. F аккорды бірінші латтың екінші струнасы, екінші латтың төртінші струнасы ұсталады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Келесі аккорд бізде AM аккорды. AM аккорды екінші латтың төртінші струнасы ұсталады. Соңғы аккорд бізде C аккорды. C аккорды бізде үшінші латтың бірінші струнасы ұсталатын болады. Мінекей достар, біз осылайша аккордтарымен танысып, полный тартып үйреніп алдық. Енді келесі кезекте бізде қағысы. Қағыста ондай қатты қиындық тудырмайды. Аккордтар сияқты жеңіл келеді. Ендеше біз қағысына көшейік. Бізде қағысы төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Бізде төмен ең бірінші кішкене кідіреміз, төменді түсіргеннен кейін, одан кейін төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осыны біз әр аккордта 4 рет ойнап шығатын боламыз. Мысалға, осылай қайталана берсе, біз осыны 4 рет ойнап шығамыз әр аккордта. Мінекей достар, біз осылайша музыканы толықтай үйреніп, танысып шықтық. Енді келесі кезекте мен сіздерге музыканы өз даусыммен тартып, қалай болатынын көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Сенің күмістен алған толқынды жаға екеуміз ғана сырымыз бітпей жалғасы таңға жағымды жанға менде арман бар ма? Мінекей достар, осылайша біздің укулеледе Молданазардың махаббаты әніне разборымыз аяқталды. Осы видео ұнаса сіздер лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, менің арнамның дамуына көмектесіп кетіңіздер. Сіздер тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің комментарияларыңызды оқитын боламын. Ендеше, қош, сау болыңыздар.